Баршаңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Әйгерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, сочный болып шығатын алмалы пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші електен өткізіп алған ұнымызға қопсытқышымызды салып, осылайынан араластырып аламыз. Енді біз бөлме температурасындағы тұрған сары майды саламыз. Егер сары майларыңыз қатып тұрған болса, күштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады, немесе пышақтың көмегімен ұсақ-ұсақ етіп кесіп алсаңыздар да болады. Жақсылап тұрып, осылайынан міне ұнтақ жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Енді біз үстіне қантымызды саламыз, қайтадан жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл пирогтың ең жақсы жері өте жеңіл жасалады, және де құрамындағы заттардың барлығы қолжетімді. Бір жұмыртқамызды салып, міне осылайынан араластырамыз. Осы ортаңғы жақ бөлігінен бастап отырып араластырасыздар. Бізге дайын қамыр қылып елемейміз, тек қана біз жұмыртқаны салғаннан кейін осы біздің ұнтағымыздың сәл жинақталғандығын байқауға болады. Міне біздің ұнтағымыз дайын болды. Енді формамызға саламыз. Мендегі форма диаметр 22 сантиметр. Кальцонның астына фольга төсеп қолданып жатыр, немесе қарапайым форманы да қолдансаңыздар болады. Көп бөлігін астына саламыз, кішкене бөлігін алып қаламыз, ол бізге бетіне себуге керек болады. Енді қолымыздың көмегімен міне осылайынан біздің қамырды басып шығамыз, немесе осылайынан стакан, бокалды қолданып тегістеп шықсаңыздар болады. Міндетті түрде шеткі жағынан кішкене ғана бортик шығаратын боламыз, яғни шеткі жақ бөлігін осылайынан көтеріп шығарып аламыз. Енді табамызға ертілген сары майымызды саламыз. Сары майымыз ерігенге дейін араластырып аламыз. Енді үстіне ұсақталып туралған алмамызды саламыз. Алмамыздың ортасындағы дәндерін алып тастаймыз, және де үстіне қантымызды қосып, орташа отта араластырамыз. Бізде қазір алма өзінің согын бөліп, әдемі болып сарғая бастайды. Міне осы видеодағыдай. Соған дейін шамамен 7-8 минуттай ғана уақыт алады. Дайын болды. Енді ыстық күйінде осы алмамызды формамызға әкеліп саламыз. Алма өзінің соғын бөлген, толықтай соғымен бірге бәрін осы жерге саласыздар. Міне салдық, енді сәл тегістеп аламыз, барлық жеріне жететіндей етіп. Енді қалған ұнтағымызды міне осылайынан бетіне сеуіп шығатын боламыз. Толықтай барлық жеріне тегізіп сеуіп шығасыздар. Енді алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут шамасында пісіріп аламыз. Яғни біздің пирогымыз сарғайғанға дейін ғана пісірсеңіздер болады. Міне қараңыздар, менің пирогым дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, әрі ішкі жағы барлығы сочный, құрғақ болмайтын алмалы пирог. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды, және де каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде каналымдағы рецепті ең алғаш болып көретін боласыздар. Кездескенше.